Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым, қыз сезім әңгімесін 3-ші бөлімін баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Біз билеп болайық, содан кейін билейсіз деп Орынбай қызды батыл өзіне тартты да билеп ортаға ұзай берді. Ызаланған Еркін артынан тап беріп кеп құлаштай ұрды. Би ырғағымен Орынбай бұрылып кеткенде Еркіннің жұдырығы Ләззаттың тура шүйдесіне тиді. Қыз оқыс шыңғырып жіберді. Тағы оқталып енді Орынбайды ұруға қолын көтере берген Еркінді ту сыртынан кеп Тілеу құшақтай алды. Біздің қыздармен кезек-кезек билеп, сендер кімді басынасыңдар? Біз адам емеспіз бе? Деп Еркін өзінің тиісу себебін түсіндіріп тастады. Кімей бұл? Жібер. Ой, оңбаған сен. Ләззатты ұрдың ғой деп Тілеудің құшағында тырбаңдап тұрған Еркінді Айгүл бүйірінен бір түртіп қалды. Оған сол керек, сауап. Бөтен жігіттермен билемейтін болады. Сені де солай соғу керек. Айгүлге айбат шегіп тұрған Еркінді Тілеу ұрған да жоқ, боқтаған да жоқ. Сол құшақтаған бойда тік көтеріп алды да далаға апшығып кетті. Арттарынан ауылдың 3 жігіті қоса шығып бара жатқанын көріп, өз жігіттеріне жүре жасап, Орынбай да далаға ұмтылды. Айналшақтап қасына жақындай берген Жүсіпті Ләззат есікке қарай итерді. Баршы, төбелестірмеші. Жігіттер ұят қайда? Ауылға келген қонаққа қайқаса қол жұмсаушы еді, деп Малика да айғайын сап далаға қарай жүгірді. Төбелеске айналып кете жаздаған осы жанжал Ләззат үшін Жүсіп пен Тілеуді өзінше өлшеп салыстыра қарайтын таразы болды. Қалай тура сөйлесе, солай тура істейде алатын Тілеудің батыл әрекеті қыздың есіне еріксіз қайта-қайта түсе береді. Егер ол Еркінді көтеріп әкетпесе, аузына келген айтып әбден елді масқара қылары сөзсіз еді. Онда бәрі Құдай біледі, төбелеспен аяқталатын еді. Шіркін-ай, Тілеудің сол істегенін Жүсіп істесе ғой. Еркінді көтеріп әкетуге оның да шамасы жететін еді. Тек әттең тағы не болар екен деп ол да өзгелермен бірге қарады да тұрдау. Тіпті жүгіріп кеп Еркінді оның сүйреп әкететін жөні бар ғой. Әшейінде кеуделері аяқ қаптай, жеме-жемге келгенде жігіттер өз ауылының тентегін өздері тыя алмады аутын болмаса. Басқамен биледі деп қыздарды қызғанғанын қайтерсің тағы. Нағыз барып тұрған іштарлық. Еккен жүгеріні тек техникамен жинап алуға комбайн жетпейді. Сондықтан совхоз қолмен жұлуға да көп жұмсайды. 2-3 күннен кейін елмен бірге Ләззатта жұмысқа шықты. Анау Айгүл екеуі әйелдермен бірге жүгері жұлатын болды. Ауыл жаңалығын тарату жөнінен әйелдер тегі таптырмайтын мамандар болып шықты. Айгүл мен Ләззат Ақжазықтың күллі оқиғасын солар арқылы елден бұрын естіп алады. Таңертең бір-бірімен амандасқан сәтте-ақ олар естігендер мен білгендерін бір-біріне лақ еткізіп сөз арасындағы ақтара салады. Я сенің бүгін неғып шікірейе қалғаныңды білем, дейді біреуі. Анау шікірейіп тұрмаса да әдейі тиісіп. Қызыңды ұзататын бопсың ғой. Құдаң қалталы көрінеді. Әкелгенін жалғыз жемейтін шығарсың. Елге бер деп әкелген ел жейді. Елмен бірге сен де жейсің. Өзіңе ғана дегенін өзім жеймін. Оған тісің қышымасын деп анау да қарап жатпай, басқа біреуді ол да қарауылына іледі. Сен ылғи мені қажай бергенше, ана ар жағыңда тұрған жеңгеңді қыса. Меркедегі қызы мен күйеу баласы қыдырып кепті. Екі шамаданнан үйге әрең көтеріп кіргенін көргендер бар. Енді әйелдер шулап кеп әлгі жеңгесіне жабысады. Ол да жайына тұрмай әлдекемнің құпиясын тағы ашып береді. Сол ретпен ауылдың айтылмаған жаңалығы да қалмайды. Кейде сырт біреулер жайында анық-қанығына көз жетпей қиянат сөздерде айтылып кетеді. Өсек аталатын әйгілі бәлесі сірә сол болса керек. Алматы студенттерінің кейбір сырын алғаш 2 қыз осы әйелдерден естіді. Олардың айтуынша жұмыстан кейін кешкісін Алматыдан ала келген арақ-шараптарын ішіп отырып, 2 жігіт бір қызды бірінен бірі төбелесіпті. Басы жарылған біреу қазір Көкталдың ауруханасында жатқан көрінеді. Сөзді көбейтпес үшін жасырынып, бастықтары өзі жығылып қалды дейді. Ләззат соны естігелі Тілеу мен Ақсары қыздың қайта-қайта билегендерін көз алдына елестетіп, төбелестің себепкері сол екеу шығар деп күмәнданады. Қызғанбайтын сияқты, бірақ Ақсары қызға қызығады. Тілеудей тамаша жігіттің теңі болғанына, білім қуып қасында қатар жүргеніне,
қыздың жүріс-тұрысындағы сенімділік пен еркіндік оқығандықтың әсері екенін түсініп, өзінен артық санап, мойындап, ұқсағысы келіп қызғанады. Егер тілеу ақ-сары қызға бола төбелессе, онда не деп ойлайды? Ләззат өзінше жорамалдап, екеуінің арасы әлі піспеген дүмбілдеу нәрсе. Өйткені көп ұзамай үйленетін анық адамдардың арасында бейтаныс болса да бір сәрі қасында жүргендер қыстырылыспайды. Ал тіпті олай болмаған күнде бірге оқитын жолдасына тілеудің қол жұмсауы Ләззаттың бағалауынша оның да аса дархан жігіт еместігін дәлелдейді. Қалайда төбелес шығарғаны қыз жорамалындағы тілеуге түк те ұқсамайды. Таяқ жеп ауруханада жатқан бәлкім тілеу шығар деген күдік қыздың ойында қисынсыз нәрсе. Оның бітім тұлғасы таяқ жеп басы жарылатын адамға ұқсамайды. Және байқауында оны ұрып жығатындай жігіт ол ортада болмаса керек. Сол күні кешке Жүсіп екеуінің әңгімесі онша жараспады. Неге өткен өзі жөнді білмейді. Жолыққаннан ақ қыз жатып кеп кінәлай жөнелді. Құрғақ уәдемен қарқ қылғанымен сен мені шын сүймейсің деді салған жерден. Ойбай Құдай, оны қалай құмалақ ашып білдің бе? Қатты сөздің тізгінін Жүсіп қалжыңмен жатқызбақ еді болмады. Бәле жаладан, зорлық-зомбылықтан қызды алдымен әке-шешесі қорғайды деді Ләззат, үлкендерден естігенін айтып. Одан қалса, бауырлары, олар жоқ жерде өзінің сүйген жігіті. Түнеу күні сен мені қорғаған жоқсың, демек сүймейсің, бәлкім сүйе алмайсың. Айдаладағы бөтен жігіт қорғады. Мен үлгермей қалдым ғой Ләззат. Қойшы, айтқанының бәрі тек сылтау. Менің сүйген жігітім күмөз, сен бе, тілеу ме? Әрине мен. Ендеше мені неге сүйген жігітім сен қорғамай, айдаладағы бір тілеу қорғайды? Сен мені еркін сияқты маскүнемнен де қорғай алмасаң, онда ертең кімнен қорғай алады деп сенем? Өз қызын өзі қорғай алмайтын жігіттің несі жігіт жарайды? Ол күні тілеуден бұрын үлгере алмаған ақ шығарсың. Ертесінде еркінді неге желкелеп алдым алып келмедің? Неге кешірім сұратпадың? Көрінген маскүнем елдің көзінше қол жұмсай беретіндей кім едім мен саған? Елден естіп ағаларым ертесі өлтіреміз деп еркінді жалынып жатып өзім тоқтаттым. Сен неге өйтпедің? Әлің жетпесе менімен бірге таяқ жемедің бе? Ол сені әдейі ұрған жоқ. Қолы жаңылыс тиіп кетті ғой Ләззат. Маған тимей Орынбайдың өзін-ақ тисін жарайды. Сонда сен оғанда ара түспей қарап тұрар ма едің? Әлде қызғанып еркінді әдейі сен жұмсаған шығарсың? Сен де айтады екенсің. Неге айтпаймын? Жұмсамасаң да сөзімді біреу сөйлесе аузым қышып бара ма? Шоқ-шоқ дедің де тұрдың ғой, Құдай біледі. Шыныңды айтшы, сөйттің бе? Қайдағын айтпашы, мен тіпті сасып қалдым. Екеуміздің арамызды елге ашкерлеп алам ба дедім. Әйтеуір батылым жетпеді. Өз ауылыңда тұрып сен сасып қаласың, батылың жетпейді. Бұл ортаға бірінші түсіп тұрған тілеудің сасып қалмағанына қайран қалам. Өйтіп мені біреу ұрған сайын сасып қала беретін болсаң, бір күні есіңді жиғанша мені өлтіріп те кететін шығар. Қойшы, қайдағын айтпай. Өзің ойлашы, ес білгелі естіп келеміз, оқып келеміз. Қозы да төлеген де өз сүйгендері үшін отқа да суға да ойланбай түсіп кетеді. Ал сен бір күн түн, бір күн бойы ойланып ақ еркінге ертесінде оның не деуге жарамадың ғой. Осыдан кейін сағайын қалай ренжімеймін? Жүсіп бұлқына басып ашумен ұзаңқырап кеткен Ләззаттың артында аңырап тұрып қалған Жүсіп тағы да кешеу қимылдады. Ләззат, тоқташы, тыңдашы. Қыз тоқтамай тыңдамай қақпасын барқ етіп ашты да соңынан сарт еткізіп жапты. Миына сарт еткен дыбыс емес, солқ еткізген соққы тигендей Жүсіп кегжең ете қалды. Маған не болды? Не көрінді деп Ләззат үйге кірген соң өз қылығын өзі түсінбеді. Жүйелеп ойлай алмай ары аласұрды, бері аласұрды. Үйге сыймай ақыры есік алдына шықты. Әлі күтіп тұрма деп қақпадан шығып Жүсіпті қарады. Кетіп қалыпты. Сүймейді, сүйсе кішкене күте тұрар еді деп оны кінәлап. Ақырында өзін-өзі ептеп оға бастағандай болды. Бұған керегі Жүсіптің сүйген емес, сүймегені сияқты. Бұрынғыдай оның жақсылығын емес, кінәсі мен кемшілігін іздейді. Неге үйтеді? Соңғы күндері Жүсіптен гөрі тілеуді жиі ойлайтын боп барады. Жүсіпте сондай болса, соған ұқсаса дейді. Кенет Ләззат өз күдігінен өзі шошыды. Мен өзі сол жігітке ғашық боп қалған жоқпын ба? Жоқ деп те, иә деп те өзіне өзі жауап бере алмады. Мүмкін емес деді, өз үрейін өзі баса алмай сасып.
бір көрген әлі жөндеп танымайтын жігітті қалайша сүйіп қалу мүмкін? Осы беймаза күйден қашан көз ұйқыға кеткенше құтыла алмады. Ертеңгі шайға азар тұрып, үстел басына жаңа отыра берген Ләззат әкесі мен шешесінің әңгімесіне елене қалды. Егер әлгі студент жігіт көрмесе, не комбайн басып, не далада қалып қатып өле дейтін екен, деді әкесі. О кім, апа? Әлгі еркін маскүнем де? Оған не бопты? Қайдан білейін, өзім де әкеңнен қазір естіп отырмын. Сені ұрғанын естігеле бері сол бәлені суғаным сүймейді. Қараптан қарап жүріп жек көріп кеттім. Сұраулы кескінмен дағдарып қыз әкесінің бетіне қарады. Әкесі ең шеткі комбайннан жүгері тиеп, қырманға төтелей тартып, аңыздың ортасымен келе жатса, ер жақ бүйірінен далбалақтап, бір-екеу қол бұлғайды. Бұрылмайын десе, біреуінің бір адамды арқалап алғанын байқайды. Қастарына келсе, комбайншы әбдіде өң түс қалмаған. Студент көмекшісі Еркінді салақтатып арқасына салып алыпты. Ол арақ ішкен, сасық кірпігі әрең қимылдайды. Айтуларына қарағанда комбайнды әбді айдап келе жатады. Бір кезде көмекшісі ойбай тоқта деп қолын ұстай алады. Тоқтаса комбайнның тұсында әріректе бүк түсіп жүгерінің ішінде біреу жатады. Біреулер өлтіріп кеткен адам шығар деп шошиды. Жанына барып қараса Еркін. Жараланған, ісінген еш жері байқалмайды. Бірақ былқ-сылқ етіп есін білмейді. Сірә ішіп алған соң ешкім көрмейді деп жүгерінің ортасына кеп ұйықтаған сыңайлы. Көмекші жігіт қарулы екен. Дереу өзі Еркінді көтеріп алады да көлденеңдеп бара жатқан машинеге қарай әбдіні жүгіртеді. Содан Тоқтарбек пен әлгі студент жігіт екеуі Еркінді Көкталдың ауруханасына апарады. Олардың айтысы арақтан уланған. 3-ші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.